Ассаламу алейкум қадірмен көрермен. Шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде мынау Redmi 13 Lite телефоны. Көріп тұрғандарыңыздай телефонның бетінен реклама шығып кете береді. Яғни мінекей Xiaomi 13 Lite. Бетінен реклама шығып кете берсе қалай өшіруге болатындығын осы видеодан көретін боласыздар. Мынандай бір әдемі телефон екен. Қаншалықты әдемі екен, өздеріңіз бағасын бересіздер. Мінекей, біз не істейміз? Телефонның настройкасына кіреміз. Мінекей, настройкаға кірген соң приложениеге кіреміз. Все приложения. Бұл жерден келіңіздер. Елді ауыстырып көрейікші былайынан, не дейді екен? Регионға кіреміз де. Индия деген қойып көрсек. Қайда өзгерте саламыз сосын? Қараңыз, бетіне шығып кете береді, бетіне шығып кете береді. Приложениеге кіріп көреміз. Все приложения. Бәрі сондай екен. Жарайды. Да, Индияны қайтадан Россия қылып көрейік. Россия. Яғни мына жерде удаление деген шығу керек еді, бірақ ол шыққан жоқ. Енді обновление сұрап кетіп жатыр, көрдіңіздер ғой. Жарайды. Біз не істейміз? Енді осы приложенияның ішінде приложениеде негізінде не шығып жатыр? Удаленное системное приложение деген. Яғни осы приложениеге кірген кезде жерде удаление деген тұру керек еді. Все приложения, жерде удаление деген. Удалениені тұру керек. Ол жоқ екен, жарайды енді біз іздейміз де былай. Бұл жерден жоқ. Мои оповещения о землетрясениях дегенге кіріп көреміз. Міне осыны өшіріп тастаймыз. Окей. Найти устройство. Бұл телефонды қаншалықты іздеп табылатынын білмеймін, бірақ. Get apps. Карусель обоев. Sudoku Classic мінекі осыны өшіріп тастау керек. Sudoku Classic. Xiaomi Community. Онда қажет жоқ сияқты негізінде. Және не жерде орыс тіліндегі нелер іздейміз. Карусель обоев дегенді көргенде болды. Мен жаңа Карусель обоев деген бар мен ондай. Жоқ екен. Реклама шығара беретін приложениелердің қатарында болар. Яғни жаңағыда әміне AVG Cleaner. Осындай. Cleaner деген мән. Щетканың белгісі бар приложение мән өшіріп тастаймыз. Менімше бұл болды ғой деймін. Ішінде. Яғни сондай стандартты емес приложениелерді өшіріп тастау керек. Компас. Оны өшіріп тастаймыз. Бұл да өзінің ішінде керегі ма деймін негізінде. Жарайды, лента виджетов, интерфейс система өзінікі екен. Обновление приложения, карусель обоев. Осы орнатылып бар негізі көбінше. Ол негізі керек жоқ. Мінекей, бізде Redmi 13 Lite телефонда реклама өшірілді. Каспи жұма деп кредитке шақыра береді. Кредит алмаңыздар, кредитке мүлдем жоламаңыздар. Мінекей. Телефон тазаланды. Егер ұнаған болса, пайдасы тигенімізді міндетті түрде каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.